Сәлеметсіздер ме оқушылар? Сауат ашу сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы менің отбасым, О дыбысы мен әрпі. Бүгінгі сабақта оқудың түрлерін қолданамыз. Яғни буындап, жиі кездесетін сөздерді тұтас және түсініп оқимыз. Сөз, сөйлем сызбасын оқитын боламыз. Өткен сабақта қандай дыбыспен таныстық? О дыбысымен. О қандай дыбыс? О жуан дауысты дыбыс. Балалар, сендер ұшаққа мініп көрдіңдер ме? Ендеше бүгін біздер ұшаққа мініп сөздер аралына саяхат жасаймыз. Оқушылар, тақтадағы сөздерді менімен бірге буынға бөліп және тұтас оқиық. Ор, оршық, қолын, қолан, онтақ, қорақ, қолақ, отқыр, оран, олан, ош, ошақ, құмыра, құмырсқа, ұста, ұсақ, нұрлан, ақнұр. Бұл сөздерде О дыбысы сөздің қай жерінде кездеседі? Дұрыс айтасыңдар оқушылар. О дыбысы сөздің басында және ортасында кездеседі. Ал ұлан, нұрлан, ақнұр деген сөздер не себепті бас әріппен жазылған? Әрине, өйткені олар адам аттары, ал адамның аттары бас әріппен жазылады. Оқушылар, ұшақпен ұшып келе жатып біздер әртүрлі бұлттардың арасынан өтеміз. Сендерге тапсырма. Мына бұлттарға оқыған сөздерді буынға бөлінуі бойынша орналастырайық. Сөздерді оқиық. Бір буынды сөздер. Ор, от, он, ош. Екі буынды сөздер. Оршық, онтақ, қолын, ошақ. Үш буынды сөздер. Құмыра, құмырсқа. Оқушылар, сендер сапарға аттанғанда үйде сендерді кім тағатсыздана күтеді? Әрине, анамыз. Ал сендердің аналарың кім болып жұмыс жасайды? Олай болса, анамыз туралы мәтінге назар аударайық. Оқушылар, сызбаның орнына сөз қойып оқимыз. Сөз қойып оқыдық па? Ендеше бәріміз бірге оқиық. Менің анам. Мынау менің анам. Оның аты Нұрша. Ол ұстаз. Анам ұстамды кісі. Жарайсыңдар оқушылар. Енді мәтіндегі алғашқы сөйлемді сызба түрінде көрсетейік. Мынау менің анам. Бұл сөйлем
3 сөзден құралады. Сендер де осылай жасады деп ойлаймын. Оқушылар, енді жазу дәптеріміздің 37-ші бетін ашайық. Көп нүктенің орнына қандай әріпті қоямыз? Кәне ойланайық. Бәріміз дәптерімізді ашып жазамыз. Жарайсыңдар. Оқушылар, біз бүгін ұшақпен саяхат жасадық. О дыбысымен әрпін меңгердік. Ұшақпен үйге оралып, бүгінгі сабаққа жақсы қатысып, тапсырмаларды бірге дұрыс орындасаңдар, жарқыраған күнмен, ал сәл қиналған болсаңдар, бұлтпен өзімізді өзіміз бағалаймыз. Сабағымыз аяқталды, сау болыңыздар.